пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға қылды: Аллахума барик ли уммати фи букуриха. Алла тағала менің үмбетімнің таңына береке бер деді. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деді. Бұл жерде ерте тұру деген сөз жетте тұру, алтта тұру емес. Бұл жердегі ерте тұру деген сөз бірінші кезекте, яғни таң атпай тұрып, Құдайдың алдындағы міндетіңді орындап, құлшылығын жасау. Сол уақытта Құдайдың рызқы таратылады. Ол мысалы таң намазын оқып алды. Таң намазы жазғы уақытта кейде сағат 3-те кіреді. Енді ол 3-тен ары қарай ояу жүру шарт емес қой. Таң намазын оқып алды да одан кейін ұйықтады. Ұйықтаса проблема жоқ ешқандай. Ұйықтаса. Өйткені ол ең бірінші міндетін орындады. Ең бірінші міндетті орындайды. Алла тағаладан күнінің берекесін сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің үмбетімнің таңына береке бер деді. Айша анамыздың сөзі бар, тіпті таң намазына ұйықтап қалатын адам қалай рызық келеді, мен таң қалам дейді. Демек, адам күн өміріндегі рызықтан да сол таң намазына тұрмай қағылуы мүмкін. Немесе оның берекесінен қағылады. Біреулер айтуы мүмкін ғой: 5 уақыт намаз оқымайды, бірақ Форбста жүр ғой деп. Бірақ біз білмейміз ғой оның өмірінде қандай проблемалар болып жатыр. Қанша бай адамдар бар, бірақ бақытсыз.